Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамының газ және газ конденсатын өңдеу басқармасы өзінің қомақты жұмыстарымен көзге түсіп келеді. Басқармада орналасқан көптеген цехтар мен бөлімшелер осы кен орнынан шыққан көгілдір отынды өңдеу жолында біршама шаралар алуда. Қыс айының қытымыр шағына қарамастан өндірілген газды өңдеу үшін жүздеген маман кадрлар тәулік бойына еңбек етуде. Басқармадағы бас маман Кәрім Нағмановтың ұйымдастыруымен жеделде күрделі мәселелер дер кезінде өз шешімін тауып жатады. Бұл ұжымдағы негізгі бөлімшелердің бірі орталық лаборатория болып есептелінеді. Бұл лабораторияда кен орнымызда өндірілген өнімнің сапасын тексеріп, одан өндірілген өнімнің жағдайын анықтап отыру жұмысы жүргізіледі. Бүгінгі күні лабораторияда 30-ға жуық адам еңбек етуде. Әсіресе бұл жерде дайын өнімнің сапасын зерттеу жұмысы жақсы жолға қойылған. Лаборатория өткен жылы мемлекеттік дәрежеде жұмыс жүргізу алатын аккредитациядан өткен. Бұл өз деңгейінде құзыры жоғары деген сөз. Қазірде 30-дан астам адам еңбек ететін бұл шағын ұжым тек қана газды емес, басқа да мұнай өнімдерін зерттеп бағалауға құқы бар. Біз әзірге осы Маңғыстау облысы бойынша осындай арнайы аккредитациядан өткен жалғыз лабораториямыз. Барлық мемлекеттік стандартқа сай жұмыс істеп жатырмыз дейді осы лаборатория бастығы Галина Улетаева. Лабораторияда осы заманға сай жабдықтар, қондырғылар жұмыс істейді. Әсіресе осы жабдық қондырғыларда көп жылдардан бері қызмет етіп тәжірибе жинақтаған белгілі мамандар Қоңыржан Амангелдиева, Қылышбегі Раушанова, Алла Жалилова сияқты қыздарды бүгінде ұжым болып мақтаныш тұтады. Лабораториядағы қажетті препараттарды дайындау бөлімінде Сәуле Рысбаеваның еңбек еткеніне 25 жылдан асыпты. Осы жылдар ішінде Сәуле апамыз газ және мұнай өнімдерінің құрамын зерттеу үшін аса қажетті тұз қышқылы, натрий содасы, тағы да басқа әртүрлі индикаторларды дайындау жұмысын жетік меңгеріп алған. Зауыттағы газ айырып өңдеу цехтарының жұмыстары бір қалыпта толассыз іс-әрекет үстінде. Соның бірі басқармадағы нөмір 1 газ өңдеу цехында жұмыс процесі жақсы жолға қойылған. Бұл цехқа көгілдір отын негізінен Маңғыстау газ өндіру басқармасынан түседі. Сол түскен өнімдерді дер мезгілінде өңдеп, метан, бутан, пропан сияқты тағы да басқа көптеген халыққа аса қажетті бұйымдарға айналдыруда осы цехтардың алатын орындары ерекше. Біз болған нөмір 1 газ өңдеу цехында өз мамандықтарын жетік меңгерген жандар көптеп саналады. Цех бастығы Сартай Қаракүшкүп ағамызға жолығып өз ойын білдіруді сұраған едік. Бірінші қондырғы 1970 жылдан бері қарай жұмыс жасап келе жатыр. Сағатына 60.000 текше метр газды өңдейміз. Оның ішінде пропан бутановый смесь, сосын пентагексановый фракция деген сондай тауарлы продукцияларды аламыз. Ол Қазақстанның шетке түкпір жерлеріне көгілдір отын ретінде жіберіліп тұрады. Бергі мына 1-2 жылдың ішінде осы өзен кен орнындағы автомобиль мәшіндерінде қолда алатын пропан бутановый сместерді жағып жатырмыз. Жағармай ретінде қалды мына Ақтау аймағында, Маңғыстау түбегінде де поставка жасап жатырмыз. Пентагексановый фракциямыз Гурьев мұнай өңдеу зауытына бар. Одан ары қарай 76-93 бензиндер алуға шикізат ретінде қолда алады. Газды алуымызда мына өзіміздің кішкентай ғана қондырғы Серачевский деген установкамыз бар. Сол арқылы МГДУ мекемесінен бізге газ келеді. Сол газды предварительно суынан айырамыз, серанысын айырамыз. Сосын осы мына біздің ректификационный каналаларға келіп, содан бөлінеді. Пропан, бутан, пентан, гексан, гептан болып, сумма, бутан болып бөлінеді. Сол арқылы продукция болып тұрмыз. Мына қондырғымызға, цехымызға газ, Жетібай, Тасболат ұсаған кен орындарынан шыққан газдар келіп, соны өңдеуге аламыз. Сағатына жобаменен 150-170 текше метрдей газ келіп тұрады. Және де мына Тасболат кен орнынан конденсат келеді. Конденсатты да сол мына колонналарда переработка жасап, одан стабильный бензин аламыз.
Я печной топливо дегенде бар, мына кей вақтарда мына котеллерде заттарды қолданып жүрген. Ода суткасына 15-20 тонна аламыз. Ал енді сәке мына цехымыздағы бірнеше бір жақсы жұмыс істеп жатқан еңбек озаттары жайында айта кетсеңіз. Адилов Таптым Тілегенов деген 30 жылда жұмыс істеп қалған аға операторымыз бұрында еңбек қызыл ту орденімен наградталған еді. Жақында мына Қазақстанның жүз жылдығы өзен кен орнының 35 жылдығына байланысты ерен еңбегі үшін деген президентіміздің указыменен сондай орденмен марапатталды. Одан да басқа да Светличный ұқсаған, Юлдашбаев, Ыбырай ұқсаған жақсы машинистеріміз, жұмысшыларымыз бар.